Саламатсыздар ма, 4-ші сынып білім алушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы миллиграмм. Осы сабақтағы қол жеткізетін оқу мақсаттары көп таңбалы сандардың ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау. Микрокалькулятордың көмегімен есептер жүргізу. Алдымен сіздер Қазақстандағы күз мезгілі туралы бейне жазбаны тамашалаңыздар. Ондағы табиғаттың жыл мезгілдеріне байланысты қалай құбылып өзгеретінін мұқият тыңдап отырыңыздар. Оқушылар, бейнебаяндағы жазба сіздерге ұнады ма? Әрине, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Бүгін біздер жаңа өлшем бірлік миллиграммен танысып, шамалар мәнін салыстыруды үйренеміз. Ол үшін мына ережені еске сақтауымыз қажет. Миллиграмм бұл массаның ең кіші өлшем бірлігі. 1 граммда 1000 миллиграмм бар, 1 килограммда 1.000.000 миллиграмм бар. Алдымен оқулықтың 36-шы беттегі бірінші тапсырманы қараймыз. Масса бірліктерінің өзара байланысын есіңе түсір. Арман киттің массасы 3 тонна, Әлия киттің массасы 30 центнер, ал Айна киттің массасы 3000 килограмм екенін айтты. Олардың қайсысы дұрыс айтты? Есепті мұқият оқып, тыңдап, масса бірліктерінің арасындағы байланысты есімізге түсіре отырып, есепті шығарып көреміз. Дескриптор масса бірліктері туралы білімдерін естеріне түсіреді және қолданады. Кәнеки оқушылар, шығарып болдық па есепті? Тексеріп көрейік. Жарайсыңдар оқушылар, керемет. Сіздердің шешімдеріңіз өте дұрыс болды. Келесі тапсырмаға көшеміз, балалар. Екінші тапсырма. Миллиграммен нені өлшейтінін қара, өз мысалдарыңды ұсын. Оқушылар, мұқият оқулықтағы суреттерге зейін салып қараңыздар. Бірінші суретке зейін салып көрейік, балалар. Онда кәдімгі күнделікті өмірімізде пайдаланып жүрген дәрі-дәрмекті қандай өлшем бірлікпен өлшеп отыр? Дұрыс айтасыздар, миллиграмм өлшем бірлігіменен. Келесі таразыда өлшеген зат қандай өлшем бірлікпен өлшеп отыр? Ол да миллиграмм, өте дұрыс айтып отырсыздар. Келесі суретке назар аударайық. Сақина. Бұл сақинаны да миллиграмм өлшем бірлігі арқылы өлшейді екен. Енді сіздер өздеріңіз ойланыңыздан маған мысалдар келтіріңіздер. Дескриптор миллиграммен өлшеуді үйренеді, өз мысалдарын ұсынады. Керемет.
Жарайсыңдар. Шешімдерің өте орынды. Мен сендердің табыстарыңа қуанып отырмын. Оқушылар, енді оқулықтың 37-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға зер салайық. Калькуляторды пайдаланып, күзгі, қысқы, көктемгі, жазғы каникулдың әрқайсысы қанша уақытқа созылатынын есепте. А. Тәулікпен, Б. Сағатпен, С. Минутпен. Естеріңізге сала кетем. Ол үшін бір тәулікте қанша сағат бар, бір сағатта қанша минут бар, бір минутта қанша секунд бар екен естеріңізге түсіріңіздер. Тапсырманы орындап болған соң, досыңа тексеруге бересіз. Тапсырманы қалай орындағаны туралы бір-бірлеріңізбен ақылдасып, бағалап көріңіздер. Дескриптор калькуляторды пайдалана отырып, жыл мезгілдерін қанша уақытқа созылатынын есептеуді үйренді. Жарайсыңдар оқушылар, тамаша орындадыңыздар. Мен сіздердің табыстарыңа қуанып отырмын. Енді 9-ші тапсырмаға зер салайық. Бұл мазмұнды есеп. Әлия әкесімен бірге бақшадан массасы 1 килограмм, 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм, 6 килограмм және 7 килограмм болатын 7 асқабақ жинап алды. Асқабақтарды 4 себетке, әрқайсысында массасы бірдей болатындай бөліп салды. Мұны олар қалай орындады? Мазмұнды есепті тағы бір рет өздеріңіз оқып алып, мұқият мазмұнына зер салыңыздар. Бұл логикалық есепке жатады. Кәне, кім тез шапшаң орындар екен? Жарайсыңдар оқушылар, өте тамаша орындадыңыздар. Мен сіздерге өте ризамын. Енді үйге тапсырмаламыз. Оқулықтың 39-ші беттегі нөмір 11-ші тапсырма. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.